Қайырлы күн, әріптестер. Бүгін біз менің жеке жобалық жұмысым экология және біз деп аталады. Сіздерге жасанды интеллект бойынша шебер сынып өткізгім келіп тұр. Әріптестер, ноутбукқа назар аударыңыздар. Бұл бейнеролик гүлдің өсу процесі көрсетілген және жасанды интеллект арқылы жасалған. Ендеше әріптестер, бізге ең бірінші ұялы телефон қажет. Ұялы телефондарыңызда ChatGPT қосымшасы болу керек. Кімде ChatGPT қосымшасы бар? Бар, қолданамын. Өте жақсы. ChatGPT қосымшасына сіздер ең алдымен гүлдің өсу процесі туралы промпт жасап беруін сұрайсыздар. Және сізге ChatGPT промптты жасап бергеннен кейін, ол промптты алып қайтадан ChatGPT-ға сол промптты генерациялап беруіңізді сұрайсыздар. ChatGPT сізге генерациялап бергеннен кейін, сол генерациялап берген фотоны сіздер алып Grok қосымшасына салып, видео жасап беруін сұрайсыздар. Сол видео жасап бергеннен кейін, сіздер сол видеоны өздеріңіздің ұйымдастырған оқу іс-әрекеттеріңізде қолдансаңыздар болады. Ал әріптестер, ақпаратты қазір жұмыстың барысында түсінесіздер. Ал ендеше жұмысты бастайық. Іске кірісейік. Құрметті әріптестер, міне көріп тұрғаныңыздай, қысқа ғана уақыттың ішінде сіздер гүлдің өсу процесін видео жасап үйрендіңіздер. Жасанды интеллект арқылы видео жасап үйрендіңіздер. Ал енді бұл үйрену процесі сіздерге оңай болды ма? Қызықты болды ма? Қызықты болды. Әріптестер, бүгін біз тек қана гүлдің өсу процесін ғана жандандырып үйрендік жасанды интеллект арқылы. Сіздер одан да басқа ұйымдастырған іс-әрекеттеріңізде әртүрлі тақырыпқа видеолар осылай жасауға болады. Балаларды қызықтырып, мультфильмдерді жасауға болады. Дана Ахметжанқызы, сізге көп рахмет. Бүгін біз жасанды интеллект арқылы осындай видео жасауды үйрендік. Алдағы уақытта экологиялық сабақтар болса, мен осындай видеоларды жасап қолданамын. Тек қана бұндай видеолар емес, бұл қосымша өте қызықты екен. Балаларға мультиктер, сергіту сәттері барлығын жасап үйреніп аламын деп ойлаймын. Сізге көптен көп рахмет. Сіздерге де рахмет, әріптестер, қатысқандарыңыз үшін. Сіздерге жұмыстарыңызға сәттілік тілеймін. Рахмет.